Менің атым Айша, жасым 26-да. Көп арманмен, көп үмітпен тұрмысқа шықтым. Күйеуім Мақсат, жасы 33-те. Ірі компанияда істейді, келбетті, көлігі бар, сөзі де, киімі де өзіне жарасқан. 2 жыл жүріп тұрмысқа шықтым. Алғашқыда бәрі тамаша еді. Бірақ неке деген сырттағы махаббаттан бөлек әлем екен. Тойдан кейін 3 апта өтпей жатып, мен бір оғаштық байқай бастадым. Кеш сайын кешігіп келетін болды. Жиналыс ұзаққа созылып кетті. Клиентпен кездесудемін. Інімнің досының туған күні еді. Сылтау жетеді. Бір күні әдеттегідей кеш келді. Сағат түнгі 2:14. Көліктің даусы естілді. Терезеден сығалап қарадым. Жанында бір қыз. Ұзын шашты, ашық киген. Екеуі күліп отырды, бірақ үйге жалғыз кірді. Ол қыз көлікте қалды. Жүрегім дір етті. Таңертең жаймен сұрадым. Кеше кіммен келдің? Бір әріптес қызды тастап келе жатқанмын, не болды? Деді. Жүзінде дым да жоқ. Кейін телефонын байқамай ашық қалдырды. WhatsApp'та сенің есіңді сағындым деген хатты оқыдым. Жіберуші Меруерт, профиль суретінде сол қыз. Бірақ ең қорқыныштысы, мен бұл қызды бұрыннан танимын. Бір кезде анаммен бірге ескі альбом ақтарып отырғанда, бір сурет көзіме оттай басылды. Суретте менің марқұм әкеммен бір кішкентай қыз. Әкемнің жанында тұрған, құшақтап тұрған қыз дәл сол Меруерт. Мама, мына қыз кім? Дедім. Анам үндемей қалды. Бір сәт терең дем алып, ол әкеңнің бұрынғы некесінен туған қызы. Яғни сенің әпкең. Дүние төңкеріліп кеткендей болды. Күйеуім түнде кездесетін әйел менің туған әпкем екен. Анамның сол бір сөзі миымда жаңғырып тұрды. Ол сенің әпкең. Мен бірден. Онда менің күйеуім менің туған әпкеммен бірге жүрме сонда. Дедім, дауысым дірілдеп. Анам бір сәт көзіме қарамады. Үндемеді. Олар саған дейін таныс болған. Біз ол қызды сен туылған соң мүлде көрмедік. Әкең кеткен соң мүлде араласпадық. Мүмкін ол сенің кім екеніңді білмегенде шығар. Бірақ мен тыныш отыра алмадым. Телефон нөмірі арқылы Меруерттің Instagram парақшасын тауып алдым. Әр суреті мұқият салынған. Бірінде Мақсат екеуі мейрамханада отыр. Екіншісінде шет елде. Ал менімен некеде жүріп, осылар қашан болған? Жүрегім өртеніп бара жатты. Ол менің әпкем екенін білді ме? Әлде екеуі де білген бе? Сол күні кешке Мақсатты күтпей үйден шықтым. Қаладағы бір кафеде Меруертпен кездесім. Ол да мені танып келді. Сен менің кім екенімді білдің бе? Деп бірден сұрадым. Меруерт. Басында білмедім. Бірақ сенің атың мен анаңды көргенде бәрін түсіндім. Сонда неге жалғастырдың? Неге менің күйеуіммен жүрдің? Деп дауысым дірілдеді. Меруерттің көзіне жас келді. Себебі мен Мақсатты ерте таныдым. Сендер үйленбей тұрып, біз кездесіп жүргенбіз. Ол кейін сенің суреттеріңді көрсетті. Бірақ бәрі кеш еді. Ол мені тастай алмады. Ал сен ештеңе білмедің. Мақсат бәрін бақылауда ұстап жүрді. Олар бәрін білген. Екеуі де. Бірақ мені ғана ақымақ қылды. Меруертпен болған кездесу өз-өзімді қор сезінген сәттердің бірі еді. Қаны бір әпкем күйеуім. Екеуі де өмірімнің ең маңызды адамдары. Бірақ солар маған ең ауыр сатқындықты жасаған. Үйге келсем, Мақсат диванда отыр екен. Телефонын ұстап, мені күтпегені көрініп тұр. Мен оның алдына үнсіз отырдым да. Меруертпен кездестім дедім. Бірден түрі өзгерді. Не деді? Деп сұрады. Сен бәрін білгенсің ғой, иә. Оның менің әпкем екенін. Мақсат күрсініп басын салбыратты. Иә, бастапқыда білмедім. Бірақ сен екеуіңнің ұқсастығы, анаңның суретін көргеннен кейін түсіндім. Бірақ сен мұның ешқайсысын білмеуің керек еді. Мен тұрып кеттім. Сонда менің орным сенің ыңғайың үшін жай ғана соқыр адам болуыма керек болды. Ол үндемеді. Көзіме тік қарамайды.
Сен менің өмірімді ойнаққа айналдырдың, Мақсат, сен мені мазақ қылдың. Ол бір сәт өз-өзіне келіп, мен сен үшін үйлендім. Сен тыныш, таза өмір іздедің. Саған тек бақыт керек еді. Мен соны бере алам деп ойладым. Сонда мен жай ғана тыныш өмір болғаным ба? Ал жүрегің ол меруертте болды ма? Ол үндемеді. Міне, жауап та осы еді. Кешкісін заттарымды жинап, өз анамның үйіне бардым. Мақсат соңғы рет артымнан қарап тұрып, ештеңе демеді. Есік жабылған сәт мен үшін бір дәуірдің жабылуы болды. Анамның үйі тыныш еді. Бірақ ішім тыныш емес. Түнгі сағат 3-ке дейін көз ілмей төбеге қарап жаттым. Өзіме өзім қоя берген сұрақтар маза бермеді. Неге мен? Неге менің күйеуім менің әпкеммен болды? Мен кінәлі емеспін ғой, иә. Анам таңертең келіп жаймен сұрады. Сен екеуің сөйлестіңдер ме? Мақсат не дейді? Шындықты мойындады. Бірақ еш өкінішсіз мойындады. Анам үнсіз қалды. Артынша көпке дейін айтпай жүрген ішіндегі сөзді ақырындап жеткізді. Айша, сен қайтсаң да кеш емес. Адам бір қателікпен бәрінен айырыла ма? Қоғам сені түсінбейді. Ел не дейді? Мен анама біртүрлі қарадым. Мама, менің ар намысыма түскен адамның қасымда қалуы ма, әлде елдің сөзіме маңыздырақ? Анам үндемей қалды. Жауап жоқ еді. Кешке қарай меруерттен хабар келді. Кешір, мен сені құрдымға итеріп жатырмын. Бірақ мен де бүлінген адаммын. Әкем мені ешқашан мойындаған жоқ. Сен бақытты болдың. Мен соған қызғандым. Мен үнсіз қалдым. Бір сәт. Сенің бақыт іздеудегі жолың менің өмірімді құрбан қылумен өтті ме? Деп жауап жазғым келді. Жазбадым. Себебі оның да өмірінде өз шындығы бар. Күндер өтсе де, жүректегі жара әлі тырналып тұрғандай болды. Адамның сүйген адамы сені ренжіткенде, одан алыстау емес, өз жүрегіңнен ажырау қиын екен. Мен ұзақ уақыт үнсіз болдым. Бірақ бір сәт өзіме, осылай үнсіз жүре берем бе? Мені кім құтқарады? Деп сұрақ қойдым. Сөйтіп қайтадан жұмысқа шықтым. Бұрынғы бухгалтерия бөліміне емес, өзім армандаған психолог болу жолында оқуға түстім. Мен өзгелерді емдеу үшін өзімнен бастау керегін білдім. Бір күні үйге қайтып бара жатып, Мақсатты көшеден көріп қалдым. Ол мені байқап, Айша, тоқташы деді. Мен тоқтадым. Бір кезде өмірімнің бар мағынасы болған адамның түрі бұрынғыдай емес. Көзінде әлсіздік пен өкініш тұр. Сенсіз бәрі мағынасыз. Мен сені қайтарғым келеді деді. Мен оған жай ғана. Мен өзіме енді ғана оралдым. Сен мені жоғалтқанда ғана бағаладың. Бірақ мен мені жоғалтуыңа дейін сенің көз алдыңда болдым ғой. Ол үндемеді. Сен мені сүйдің бе? Деп сұрадым. Мақсат ойланып. Иә, бірақ дұрыс сүйе алмадым. Мен басымды изедім. Сол үшін кеш. Себебі мен өз өмірімнің иесі болғым келеді. Қайтып келу, мені артқа тарту. Осыдан кейін мен ешқашан артыма қарамадым. Себебі мен енді ешкімнің көлеңкесінде емес, өзім үшін өмір сүріп жатқан әйелге айналдым. Уақыт бәріне ем болады дейді. Бірақ уақыт тек емдемейді, еске салып отырады. Айша жаңа өмірге аяқ басқандай көрінгенімен, ішіндегі сенімсіздік пен қорқыныш бірден жоғалған жоқ. Бірнеше айдан кейін өзі оқып жүрген психология курстары арқылы қалалық конференцияға шақырылды. Онда ол алғаш рет эмоционалды тәуелділік жайлы баяндама жасады. Конференциядан кейін бір ер адам келіп жылы жымиып, Айша ханым, баяндамаңыз менің жүрегіме тиді. Мен де сол тәуелділіктен әлі толық босамаған жанмын, деді. Аты Жандос екен. Әңгімелері жарасып жүрді. Кешкі шай, достық, хат алмасу бәрі қайтадан сенімге қарай жетелеп келе жатқандай. Бірақ Айша бірде, менімен жақындаспа. Мен әлі де жүрегімнің бір тұсын емдеп жүрмін, деді. Жандос, мен сені жараңмен қоса қабылдай алам. Бірақ сен өзіңе сенбесең, ешкім сені сүйе алмайды. Осы кезде күтпеген қоңырау келді. Меруерт, Айша, сен әлі де мені кешірмедің бе? Жоқ.
Себебі сен мені сіңілім деп емес, қарсыласың деп қабылдадың. Ал мен сені қызғанышпен емес, ішкі ашумен сөйледім. Сенің бар болғаның менің жоғалған өмірімнің дәлелі секілді еді. Бірақ мен енді өз жолымды тапқым келеді. Біз әпке-сіңлі екенбіз. Бұған қанша қарсы тұрсақ та шындық өзгермейді. Мен кешірім сұраймын. Айша үнсіз қалды. Бір сәт. Сенің қоңырауың маған да ем. Ол сол түні алғаш рет әпкесінің хатын оқыды. Жылап отырып. Бірақ жылауы жеңілдік әкелді. Айша бір түн бойы ойланып шықты. Меруерттің сөздері, Жандостың қарапайым мейірімі, бәрі де жүрегінің түбіндегі жабық есікті ақырындап ашқандай болды. Таңертең көк шай ішіп отырғанда өзіне бұрын соңды айтпаған сөзді айтты. Мен енді өзімді жақсы көремін. Сол сәт ең алғашқы нағыз бостандығы еді. Мақсаттан емес. Меруерттен емес. Өз-өзін айыптаудан, өз-өзін үнемі екінші орынға қоюдан азат болу. Бір күні Жандос оны парктегі орындыққа отырғызып, сен әлі де жүрексінесің. Бірақ сенің көзіңде үміт бар. Мен сені асықпай сүйгім келеді деді. Айша күліп, мен өзімді енді ғана кешірдім. Егер сен күте алсаң, біз бірге емделе аламыз. Осылайша өмір жалғасты. Меруерт те өз жолын тапты. Ол психологтың қабылдауына бара бастады. Бір күні хат жазды. Айша, мен енді сенің бауырың болуға дайынмын. Қарсы болмасаң, туған күніңе келгім келеді. Айша бұл жолы хатты жыламай оқыды. Тек бір ауыз сөзбен жауап берді. Кел, бірақ бауырым емес, әйел ретінде. Өмір бізге ана болмағанмен сабақ берді. Арада бір жыл өткенде Айша мен Жандос бірге саяхатқа аттанды. Анасы әлі де кейде, ел не дейді десе де, қызының көзіндегі нұрды көріп, бір көргенге басқа адамсың қызым деді. Айша жай жымиып, мен бұрын біреудің әйелі, біреудің сіңлісі болуға тырыстым. Енді өзімнің ғана өмірімнің иесімін. Осы сияқты қызықты әңгімелер естігіңіз келсе арнама тіркеліңіз.